Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақстан халықтары тілдері күніне арналған апталық бастау алды. Дәстүрлі мәдени шара бұл жолы тіл халық қазынасы, рухани күретамыр деп аталды. Қазақтың қара өлеңінің қасиетін ұғынған, өлең жазуға қабілеті бар студенттер апталықтың шымылдығын ана тілім алдаспаным айбарым атты жыр мүшәйрасымен түрді. Қалып қойды бір жырна, қаншама жыл өткенмен өзге тілге құмармыз. Ана тілін білместен, екі қазақ тұране, орыс шалап сөздерін, ал орыс қызы жаттайды, абай қара сөздерін. Ана тілім, өзің барда өлмеймін, шыңға шығам, биіктеймін, өрлеймін. Тіл дегенің қазынасы халықтың қорлатуға ешқашан жол бермеймін. Ана тілім, өзің барда өшпеймін. Серт бергенмін, сертімді мен кеспеймін. Өзге тілде сөйлей тұра өз тілін, ана тілін ұмытқанды кешпеймін. Мүшәйраға қатысушылар алғашқы кезеңде өз шығармаларын таныстырса, кейін сайыс шартына сәйкес танымал қазақ қасиеттері мен ақын жазушылардың туындыларын мәнерлеп оқу бойынша сынға түсті. Жас ақындардың сөз саптаулары мен ұйқастарын әділқазылар алқасы бағалады. Жаңа айтып жатырмын ғой деген аяқ алыстары жаман емес. Бұлардың барлығы да мен жаңа тыңдаған бірінші курстың студенттері, биылғы жылы бізге оқуға түскен студенттер, ал соған қарамастан жаңағы ұйқастары, тармақтары, бунақтары, ширағы, кәдімгі өлеңнің теориясына сәйкес келетін тым жақсы өлеңдер бар екен ішінде. Қазақстан халықтары тілдері күніне арналған түрлі шаралар апта бойы жалғасады. Қорытындысында түрлі аталымдар бойынша сынға түсіп, үздік шыққандар арнайы марапатталады. Ал жеңімпаздар ана тіліне арналған облыстық жыр сайысына жолдаманы иеленіп, оқу орнының намысын жоғары деңгейде қорғау мүмкіндігіне ие болады.